Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі to және very сөздерінің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ағылшын тілінде бұл екі сөз де бір мағынаны білдіреді. Яғни бұл екі сөз өте деген мағынаны білдіреді. Мысал келтіріп өтейін. It's very hot today. Бүгін өте ыстық деген мағынаны білдіреді. Дәл осы жерде very сөзінің орнына to деген сөзді қолдансақ та болады. Яғни it's too hot today. Бүгін тым ыстық деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде екеуінің айырмашылығын айыру үшін very сөзін өте, to сөзін тым деп аударсақ болады. Яғни бұл жерден жасалу жолын байқағанымыздай, very немесе to оған қосылған adjective, яғни сын есім немесе adverb. Яғни сөйлемде very және to сөздері кездессе, бұл сөздерден кейін міндетті түрде сын есім немесе үстеу келеді деген сөз. Ал егерде орыс тілімен салыстыратын болсақ, very сөзі очень, to сөзі слишком деп аударылады. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, өз еркіңізбен мына үш сөйлемге very немесе to сөздерінің бірін қойып шығыңыз. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Міне достар, бұл видеода айтатын мәліметтерім осы. Сіздерге айтқан мәліметтерім түсінікті әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.